Достар, бүгін бізде кемпинг, біз табиғатта кесте тігеміз. Жалпы мен бұған дейін екі бірдей картина тікем, оның біреуін атақты жазушы Мұхтар Мағауинге сыйлағанмын. Картинада өздеріңіз көріп тұрғандай автордың шығармашылығы көрсетілген. Ал кестені негізі маған анам үйреткен. Сондықтан мен ол кісіні бүгін осында арнайы шақырдым. Анам келгенше заманауи кигіз үйімізді анамның тіккен түс кигіздерімен сәндейміз. Хоппа! Қазақтың кестесін ерекше зерттегендердің бірі Алексей Николаевич Белослюдов. Ол өзінің қазақ кестелер атты мақаласында төртбұрышты және дөңгелек кергіштердің қолданылғанын айтады. Одан бөлек жиі кестелі және тамбурлы кесте деген екі техниканы айтқан. Бірақ қарапайым қазақ арасында ол ине және біз кесте деп аталатын. Қолы үйренген, үнемі тігетін адамдар менен де жылдам тігуі мүмкін. Ал мен хобби болғаннан кейін ара-тұра тігемін, бірақ дегенмен бір айда, немесе 2 айда осындай бір картина тігемін. Өзім 10 жасымнан бастап осы анам ұқтырып, кигіз үйді болсын, үстеріне киген киімді болсын, тұсына түс кигіз, сосын кейін алаша, кигіз үйдің ішіндегі кереге бас дейді, желбау дейді шаңырақтың. Ең аяғы жастанатын жастықтарымыз мынадар қазір ою болса, ол кезде бәрі кесте. Сөйтіп қоятынбыз. Біз кестеде негізі бастау үшін міндетті түрде жіптің ұшын түю керек. Одан кейін қолымызды осы негізде ұстаймыз да, жіпті кергіштің астыңғы жағынан бастаймыз. Біз қауіпті болады, сондықтан кішкентай қыз балалар үйренген кезде міндетті түрде үлкен аналарымыз қадағалап отырады. Дәл солай менің де анам менің кішкентай кезімде қадағалап отырып үйретті. Дәл осындай дорба көшкен елгенді. Соның бер жақ бетін немететті екі басына бау тағады. Кестелейді. Сосын оны керегенің бастарын іліп қояды. Ол, мисал, біреуіне кесе салатын, біреуіне қасық салатын деген сияқты. Оны ыдыс қаптар деп айтасың. Енді ол түс кигіз өнері тез тіккен адамға бір ай айтпесе, анау тұсыңда тұрған анда құсып бізге істеп бір айда біте қоймайды. Ол бір жылда бітеді. Қара шүпірекке тігеміз, соны сүтке тұз саласың да, сосын кейін ана сіріңкенің ағаш сияқты ағаштарды жонып, соған ол кісілер сызып береді. Сызып мынандай күнге кептіре қойғанда ол әппақ кетпейді, қақсаң да кетпейді, өшірсең де кетпейді. Соның бойыменен тігіп ап, сосын кейін әбден кесте болғаннан кейін сүртіп, тазалап, жөндеп алады. Негізі менің кергішім заманауи кергіш. Өздеріңіз көріп отырғандай, мына жерінде тоқтататын тетіктер бар. Ал біздің аналарымыз болғанда кәдімгі темірден, ағаштан үлкен кергіштерді арнайы істеткізетін, және оның көлемі өте үлкен болатын. Андағын неге бейтіп, айландырып әкеп үзбейсің? Жоқ, ол жаман болып қалады картинада, мама. Мынау астын картина болғаннан кейін андай бұрыштар Біз болғанда сатыр-сұтыр тігемізді бейте саламыз. Жоқ, ол бұрыштар ашық болып қалмас үшін әдейі соны. Осылай жүріп ерім. Мына кигіз үйдің ішінде төрде құру тұрған түс кигіз, мына Серікгүлдің түс кигізі. Одан үлкенде 2 қызым бар, олардың бәріне үйреттім, бірақ босап. Енді одар отырып кесте тіккен жоқ. Сол кестен тіктім, өзімнің соңғы тіккен кестем, енді баламның алғаш үйренген кестесі түс кигіз. Менің заманауи картинамның әзірге мен қыздың көйлегінің ішін қызыл жіппен айналдырып тігіп шықтым. Бұл енді бір күнде бітетін жұмыс емес, алдағы күндерде міндетті түрде бұл картина толық бітеді. Қазір сіздерге жалпы картина қандай екенін ашып көрсетейін.